Анар ханым шынымен де Ербол мырзаның жанында мүлдем басқаша, нәзік, ұяң Анар ханым болып қалды. Лайым солай жалғаса берсін. Ал құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз ерекше басталған еді. Керемет таныстықтан нәтижесі қалай болды екен, өздерінен сұрайық. Сәкен аға, Мира ханым, келіңіздер. Қалай сырластыңыздар? Қандай шешімге келдіңіздер? Жақсы, әңгімелестік, өте жақсы. Таныстығымыз жалғасады. Тамаша. Мира ханым, барлығы ойдағыдай ма? Иә, барлығы ойдағыдай. Ары қарай көреміз. Мен тағы да осы мүмкіндікті пайдаланып, бүкіл туысқандарымды, көршілерімді, бүкіл қазақ елін жаңа жылмен құттықтаймын. Тамаша. Рахмет сізге келгеніңізге. Енді жақсы кездесулер болсын. Алдағы уақытта келесі жұмада күтеміз. Мен де жай асылмен бередім, онда тұрған не бар дегенде ғой енді. Ал біз эфирімізді жалғастырайық, және ол үшін мен ортаға бүгін қып-қызыл костюммен көзге ерекше түсіп отырған Асхат мырзаны шақырам. Келіңіз, Асхат. Бүгін көңіл күйіңіз қып-қызыл. Көңіл күйім қып-қызыл праздник. Қып-қызыл қазір у-шу шықпасын. Нұрсұлтан. Сіз жаңа жылды кіммен қарсы алдыңыз деген сұрақ? Негізі ол отбасылық мейрам ғой. Мен жылда отбасымен қарсы алатынмын. Осы жылда отбасымен қарсы алдым. Тамаша. Гаухармен кездеспедіңіздер кеше? Кеше кешкісін кездеспедік, сондықтан жаңа жылда бүгін алғашқы кездесуіміз. Тамаша, олай болса студиямызға Гаухарды шақырамыз, келіңіз. Гага шустрый. Гага мен орындалығым ба? Байқамай қалдым өзім. Басым айналып, мына жерге отырып қалдым, ренжімеңіздерші. Ешкім ренжімейді шығар деп ойлаймын. Түсіндіре кетейін. Негізі сөйлестік та кеше, сөйтсем айтады. Мен негізі рабочий сторонам, сол жақ дейді. Деп сізді алдады, сіз баяғы ақ көңіл сеніп қалдыңыз соған. Соны мен айттым, жарайды онда тұрған ештеңе жоқ қой. Сен мына жақ отыр, мен мына жақ отырайын, өзіңді сөйтіп кадрда жақсы көрсең дедім. Өте ақылды қыз екен, Бүгін және қып-қызыл болып келіскенде киініп келіпсіздер. Біз келіспедік. Келіспедіңіздер. Біз кеше көріспедік қой. Біздің ең жақсы көретін сөзіміз бар ғой, жобада айтылатын. Алдашы дейді. Жоқ, негізі мен сұрадым. Неге есін деп сұрадым. Бірақ айтты, менде мына жерде бір үлкен, бір розама бірдеңке болады деді. Сосын мен айттым, надеюсь, қызыл болмайды деп, күлді. Болды. Гаухар, жаңа жылыңызбен құттықтаймыз шын жүректен. Аман болыңыз, бар болыңыз, бақытты болыңыз, тезірек тұрмысқа шығып отбасылы болыңыз. Аумин. Жана ханым, саламатсыздар ма? Саламатсыздар қатысушылар. Жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын сіздерді. Баршаларыңызға жақсылық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Осы биыл 21 жыл бізге тек қана жақсылық әкелсін. Өстіп, осы бағдарламада жұп болып, бәрлеріңіз үйленіп кетулеріңізді тілеймін. Тамаша. Жаңа жылды енді кеше Асхат үйде анашыммен, отбасымен қарсы алдым деп жатыр. Ал сіз қайда қарсы алдыңыз, кіммен қарсы алдыңыз? Біз де отбасымен қарсы алдық. Мамамыз, сіңілім, бәріміз. Үйде қарсы алдық жаңа жылды. Гаухар, енді 2021 жылдан не күтесіз? Осы биыл енді арманым, биыл енді үйленіп, отбасын құру, балалы болу. Тамаша.
бір қатысушы жігіттің де арманы сондай сияқты, қателеспесем, иә Асхат? Әрине. Сіз де дәл соны армандап Біз жүретінсіз ғой. барлығымыздың осы жерде отырғандарыңыз арманымыз сол. Бәріміз арманымызға жетейік жаңа жылдарыңызбен. Және Гаухардың соңғы пункті ғой. Негізі өзінің желаниялар болған ғой, пункттармен алып Барлығы айтып кетті ғой. орындалды. Иә, барлығы орындалды. Ең соңғы бір пункт қалыпты. Сол арманың орындалсын, Гаухар. Рахмет. Қалай қарайсыз, жалпы бір арудың арманын орындауға дайынсыз ба? Негізі, иә, не үшін жүрміз? Бір қыздың арманын Алмасақ. Иә, орындай алмасақ. Болды. Ұстап алдық сөзден Гаухар. Уайымдамаңыз. Иә. Және қолыңыздағы сыйлық Асхатқа ма деген сұрақ. Иә. Өткен жыл әйтпесе менің тәттілеріме былай көз қарап қалып қалды ғой. Сізге ме деп. Бір естігенім бар еді, бір стористан естігем, маған брендовый бір киім болса деп, соны алып келдім Асхатқа. Жаңа жыл. Ішінде киім. Иә. Как ты хотел? Жоқ, көрсетпей. Түсін айтайын ба, қандай? Қандай? Қызыл. Қызыл киім беріпті, сыйлыққа көп рахмет. Иә, негізі мен де құр қол келген жоқпын. Кеше сыйлығымды бере алмадым. Бүгін сыйлығым бар. Енді білмеймін, бұндай сыйлық беріп көрген емеспін. Бірақ шын ниетіммен, шын жүрегімнен үйлеріңіздің төрінен орын алсын бұл Құран кітап. Рахмет. Керемет сыйлық. Рахмет. Ішінде ташпысы бар. Рахмет. Негізі машинаңа іліп қойсын, оң жолдарға алып келсін, үйлеріңде тек қана жақсылық болсын. Рахмет. Керемет. Ең бағалы, қасиетті, қадірлі сыйлық деп білемін. Рахмет. Өте керемет таңдау, Асхат, жарайсыз. Оның үстіне өткен аптада бір әңгіме болды ғой осыған байланысты. Дәл соған сай. Ұнады ма сыйлық сізге, Гаухар? Өте керемет, маған ұнады. Өте. Тамаша. Рахмет, Асхат. Ал енді тағы да қандай жаңалықтарыңызбен бізді қуантасыздар? Қандай өзгеріс бар? Кездесулер болып жүр ме? Кездесулер жиі болып жүр. Біз кәдімгідей бір бар ғой, тіл табысқан адамдар сияқтымыз. Бұрыннан бір-бірін танитын сияқтысыздар ма? Біз бір-бірімізді сөзбен де сөзсіз де түсініп келе жатырмыз. Уже және мен бар ғой бір сондай бір ощущением бар да, сезімім. Гаухармен кездесіп болғаннан кейін мен әрдайым үйге қарай қайтып бара жатқан кезде бір көңілім орнында болады ғой, бір адамның ешқандай бір переживания жоқ. Сабырлы, тыныш. Ешқандай ештемені ойламайсың. Сондай бір киноларда болады ғой, бір машиналарда адамдар кетіп бара жатқан кезде бүйтіп терезеге қарап, бір өздерімен өздері күліп, бақытты болып отырады ғой. Мен сондай бір сезінемін. Ол жақсы ғой, Асхат. Иә, жақсы әрине. Гаухар, ал сіз Асхатпен кездескеннен кейін үйге қайтып бара жатқан кезде қандай күйде боласыз? Кинодағыдай болмай ма сізде? Жоқ, менде мынандай сезім болады. Асхатты көргенде қатты еркелеткім келеді. Еркелетем да, соны Асхат кішкене бүйтіп түсінбей қалады да, бүйтіп әлгі. Мен үйде сіңілімді, мамамды қатты еркелетіп, жан деп бетіне сүйем да, сөйтіп еркелетсем, Асхат бір түрлі басында сөйткен, қазір уже привык. Иә, үйрендім, ыңғайсыз екен андай. Деп бетіне сүйіп атсам, еркелеткенді өзім жақсы көрем негізі. Ал еркелегенді? Еркелегенді тоже жақсы көрем. Еркелете емессіз да, Асхат? Иә? Сізге сұрақ? Еркелете ма сізді, Асхат? Иә, еркелетеді, но мен больше еркелететін сияқты. Жарайды, бір-бірлеріңізге еркелеп жүре беріңіздер енді, иә, алдағы Яна ханым уақытта. тоже айтып кетейінші. Иә, Гаган полностью түсініп тұрмын. Өйткені мен өзім ботам, алтыным, күнім, қызым, балам деймін ғой. Алдында Мұса маған сөйлеп қалған кезде, мен иә балам не болып қалды деп айтып қалдым. Өйткені ол привычка үйдегі мысалға балама деген айтқан жылы сөздерім мұнда да шығып кетеді да. Мысалы қыздарға да ботам, алтыным, күнім деп жүрем. Өзім жұмыста да сөйтіп жүрем, қызым, балам деп жүрем. Сол үшін мен сізді полностью түсініп тұрмын. Еркелеткенді мына жерде мысалға ойлап қай жатыр ғой, еркелеткен дұрыс емес шығар деп жігітті. Соған айтып кеттім деген. Ол біздің привычка. Бірақ біздің жігіттерге ұнамайтын сияқты оларды еркелеткені. Иә, сол. Нұрсұлтан өткен жолы ботам деме, мен саған ботаң емеспін деп шамданып шықты ғой. Енді Диана ханымда бұлар таныстық үстінде жүрген адамдар. Бұларға енді жарасады да, салта мен 30 жасар кісімін мысалы үшін.
ботам деп мен Жоқ, мен- ұнамайды ол. Нұрсұлтанға Шынымен маған мәселе- ұнамайды. Айтпа, болды, бітті. Жоқ, ладно. Ол мәселе Нұрсұлтанға ғана емес, мына жерде барлығын айтамын ғой, айтыңдаршы, барлығын айтамын ғой. Тек қана Нұрсұлтанға ғана емес қой. Ол жай ғана жылы сөз деп айтамын. Салтанат болды, кешірді бәрі. Диана ханым, рұқсат па сұрақ қойсам? Алдындарда Асхат историялардан көріп анасымен танысып отыр екенсің. Гаганың. Иә, негізі таныстық, бірақ таныстық бір андай незапланированный болды, күтпеген жерден. В общем, былай қалай болды? Машинамен келе жатты да. Бір жерде кездесу керек болдық. Мен сол жерде тұрғанмын, торговый центрдің алдында. Сондықтан артында кім отырғанын білген жоқпын. Ол да маған айтқан жоқ. Сосын мен есікті аша салдым да, айқай салғам ғой, моя мисс деп бетінен сүйіп алғам ғой, жабысып. Сөйтсем, артында бүйтіп гүл тұр да. Бүйтіп артыма қарасамшы, сөйтсем гүлдің артында мамасы отыр екен, гүлді ұстап. Бүйтіп алдыға қарадым да, содан кейін үндемей отырып қалдым өстіп. Не айтарын білмей. Сөйтіп жайлап айттым, айтып қоймайсың ба маған? Мен басқа бірдеңке сөз айтып кірсемші, например, машинаға. Сіз қандай сөз айтып көруіңіз мүмкін еді? Жоқ, біз өткен аптада сіңілім Турциядан ұшып келген еді, соны мамамен. Содан кейін не болды? Ұшып келді ғой ең бастысы, ары қарай не болды? Қымбатты көрермен, жарнамадан кейін бірге білеміз.